Ассалаумағалейкум құрметті көпшілік. Дәл қазір біз Түркістан облысы Жетісай ауданындағы бір кішігірім бір ауылда тұрмыз. Дәл қазір біз осы ауланың иесінің сұранысымен мына жердегі жеміс ағаштарын кесетін боламыз, яғни бұтайтын боламыз. Өйткені қазір қараша айының соңында таяп қалды. Ағаштардың бәрін көріп тұрсаңыздар, жапырақтары жоқ, бәрі ұйқыға кетті. Ал енді біз бұл жерде бірінші жұмысымыз, бірінші ағашты бағалаймыз. Ал сол үшін сіздердің ютубтағы көптеген сұрақтарыңызға қатысты да белгілі бір жауаптарды сол кесу барысында айтып өтетін боламын. Жүріңіздер. Бізге бірінші сұранысымызға түсіп тұрған бірінші ағаш осы. Бұл ағаштың жасы да бір 20 жасқа шамамен таяп қалған болу керек, менің бағамда шамамен. Бұл жердегі бірінші айта кететін мәселе, біраз менің алдында кескен кесу шараларының кішкене қателіктері. Оған мән беретін болсақ, қараңыздар. Мына жерде міне. Мынаны кішкене кескен кезде қараңыздар, мына жерге 4-5 сантиметр қалдырылған. Міне, көрдіңіздер ме? Бұны, яғни мынау бұлай кесілген кезде, осылай пенек қалдырған кезде, осындай кішкене діңге қалдыратын болсаңыздар, осылай. Бұл жер бекімейді. Яғни мыналар қабықтар өсіп бар мұның төбесін жаба алмайды. Сол үшін мынау шірейді, төмен қарап түсіп, бұл ағаштың шіріп кетуіне, яғни өте қатты әлсіреуіне, кейде өмірін тоқтатуына да әкеп соғады. Яғни мынау былай кесілу керек міне. Яғни баста кесілген кездегі қателіктердің бірі міне. Одан кейінгі мәселеге келетін болсақ, міне ең басындағы қателіктің бірі мынау айырылу бұрышы өте дұрыс емес. Мына бірінші ең алғаш көшетке отырғызған кезде, екінші жыл ма мынаны алып тастау керек еді. Немесе мынаны қайсысын біреуін қалдырып. Енді қараңыздар, мына жер қазір екі ағашты біріктіріп қойған сияқты болып тұр да, мына жер. Мына жерін көрсеңіз. Сосын мына жерінде бір-бірін қысатын қабықтары. Сол үшін мына жерде ылғал жиналады, шірік аурулар осы жерден пайда болады. Сосын тағы да бір мәселесі, ертең ауырлайтын болса, қазір екі жағын қозғасақ, мынаның арасы айырыла бастайды. Кішкене күш салсаңыз. Сол үшін бұл да қателік. Осындай көшеттеріңіз болатын болса, кішкентай кезде мынандай айырылу бұрышын қалдырмаңыздар. Одан кейін тағы да бір мысалы, міне дұрыс кесілмегенін міне көрдіңіз бе? Мынандай қалдырған, ал оны былай кесу керек еді негізі. Сосын мынандай кесулер, міне мынандай кесуді жасамаңыздар. Міне қандай үлкен қателік, балтағы пайдаланған дейді, бірақ балтаны мүлдем қолданбаңыздар бұндай нәрсеге. Яғни ағашымыздың жалпы жағдайын көріп тұрмыз. Мына жерлерді қарасаңыздар, қабықтары да жарылған, қабықтарына зиян келген. Міне мына зиян арасында 100% дезинфекциялар бар. Қазіргі біздің жұмысымыз енді осыны жайлап кішкене ретке келдіру, яғни бұны жасартатын кесу жұмыстарын ұйымдастыру. Ал онда бастаймыз. Мыналардан бастайық. Мына жерде міне көріңіз, мыналар ертең жапырақтар бар кезде, мыналар бір-бірінің жапырақтар болады, мыналар бір-бірін жабады. Сол үшін мына жерге жел бармайды. Сосын мына жерді қарасаңыз, бұтақтары да жоқ сол үшін. Сол үшін үшеуі бір-бірін қатты бәсекелес болып тұр. Бұл жерде біз бәсекені азайтуымыз керек, яғни аз алмаға болса да сапалы өнім шығатындай жұмыс етуіміз керек. Сол үшін біз мына жерден мынаны алып тастаймыз. Сол үшін мен мынаны алдымда келіп тұр тағы да. Сосын биікке қарап өскен бұтақтарда, тіке өскен, бұл да өнім онша дұрыс салмайды негізі. Сол үшін бұны да біз кішкене мынаған қарап, жанына қарап бұрайық мына жерден. Мынаны алып тастасақ болады. Мынаны дәл солай жасайық мұны. Мынаның сосын мына басы қатты кетіп бара жатыр. Ертең не болатын болса, өйткені мына жерде бұтақ болатын болғанда, оны мына тез жуандайтын еді. Дұрыс қоректеніп. Мына жерлерінен ешқандай бұтақ жоқ жанама. Сол үшін алыс кетіп бара жатыр. Ертең бұл мынау қалай қисайы мүмкін, ауырт көтермей. Сол үшін біз бұны қысқартамыз, бұны. Кішкене қысқартайық. Мына жерден қазір мына жерін қысқартып жіберейік. Сосын мынау да сол, мына бір-біріне ілесіп бара жатыр. Бұны да біз басқа жаққа бұруымыз керек. Мен бұны мына жаққа бұрсам деп тұрмын. Мынау ертең кішкене алмаларды көтерілетін, былай болады. Ал бірақ мынаны алып тастасақ болады, былай. Сосын мынаның да жоғарысын осылай істесек болады. Мына жерде екеу көрдіңіздер ме? Екі конкурент, мен сол үшін
Біреуін қалдырамыз міне. Міне шамамен осындай болды қазірше. Мына бұтақтар қазірше тұра беруге болады. Өйткені мыналар қоректеніп, мынаны кішкене жуандататын болады. Сол үшін тағы да енді біз ана қателікті жою үшін мынаны алып тастауымыз керек енді. Қараңыздар, қалай дұрыс кесілу тәсілін үйретейін сіздерге. Көрсетейін. Міне осылай кесілсе негізі ең әдемі кесілсі міне. Ертең мына жерден жабылады, былай жабылады, төбесі мына жабылып қалатын болады былай. Толық. Кескеннен кейін міндетті түрде үрлеп бетіндегі қалдықтарды алып тастаңыздар. Ал енді келесі жұмысымыз ішіне қарап өскен бүкіл нәрін алып тастайық. Ішіне қарап өскен, өйткені ертең ол жапырақтар өседі, бұтақтар өседі, ішіне жел тимейді, күн тимейді. Сол үшін жерде дұрыс дамымайды, ағашты жемістер піспейді, дұрыстап үлкеймейді. Сосын түрлі аурулар пайда бола бастайды. Сол үшін біз ішіне қарап өскен бәрін алып тастауға тырысамыз. Ішіне. Мынау керек емес, міне қараңыздар. Сосын міндетті түрде мынандай қорағандар болатынымызды міндетті түрде оны алып кету керек. Санитарлық кесу міндетті түрде керек. Ішіне қарап өсті. Ішіне қарап өсті. Ішіне қарап өсті. Мынау да сосын ішіне қарап кетіп бара жатыр, көрдіңіздер ме? Бұны біз қазір бұны басқа жаққа бұрамыз міне. Мынаны біз былай қарап бұруымыз керек. Яғни бұны қалай бұрамыз? Біз мына бір шүкпен бұрайық. Ертең мынау өскеннен кейін мынау былай қарап өсетін болады. Бұл сондай. Сосын мынау жоғары қарап кетіп бара жатыр. Бұны да тоқтатайық, бұл керек емес. Мынау да жоғары қарап, мына бүршіктен тоқтатайық, былай кетсін. Сосын мынау бізге бір-біріне бәсекелес, керек емес. Ішіне қарап өсті, керек емес. Сосын мынау екеуі бір-біріне қатты кедергі болып бара жатыр. Яғни мынау дұрыс емес. Мынаны алып тастаймыз. Мынау кішкене дұрыс кесілмепті. Бұны былай қысқартамыз да, мына сыртына қарап бүршікке қарап жібереміз. Опа. Мыналар да сол. Сыртына қарап жібереміз. Мынаны да сыртқа қарап жібереміз. Қазірше болады. Так, енді мына ағаш. Жаңа бұны біттік. Енді мына жақ келеді. Мына ағашқа келгенде мынада түйнектер өте көп болады, келер мынада. Мына ағашқан көтере аламын, көтере алмаймын. Мынау қазір көтере алады. Бірақ мүмкіндік болатын болса, мынандай дәл мынандай деңгейде тұрған, ол қатты көп адамға кедергі жасайды. Сол үшін алдын ала байқаңыздар ондайды. Сол үшін тағы бір қызық нәрсе бар мына жерде. Мынау некен білесің мынау? Мынау не? Алайын ба, алмай қойын ба? Зиян ба бұл? Деген сияқты. Зиян емес ау. Бұл Дәуіттің несі? Дәуіттің бұл несі? Ұрығы. Дәуіт бара Богомол. Соның ұрығы. Бұлдың ішінен шамамен 40 шақты Дәуіт шығатыннан ішінен. Ал ол Дәуіттер шыққаннан кейін балалары. Олар мына жердегі түрлі кене, бит, яғни тіля бар, трипс бар. Соларды жейді бұлар. Яғни бұл энтомофагтар пайдалы. Сол үшін мынандай көрсеңіздер, қорқмаңыздар, керісінше ол пайдалы, сіздерге көмекші. Зиянкестер қарағанда. Бұны кішкене біз мынасын былай турлап жүреміз. Ішіне бір-біріне кедергі келіп тұр. Мынаны біз алып тастаймыз міне. Былай. Мына жерде біраз алмалар болады, мына жерде. Біраз алмалар бар мына жерде. Олар қазір бұның ішінде жатыр ма? Жоқ, шығып кетті ме? Жоқ, іште жатыр олар. Көктемде шығады. Иә, мынаның ішінде 40-қа дейін шығады ішінен. Сол үшін мыналарды міне ертең алмап істетін болса, былай қисаяды бұлар, бізге бұндай керек емес. Сосын мынаны қарасаңыздар, міне мынандай нерде мынаны қараңыз міне. Мынау зиянды мына, зиян кесіне. Көрдің ба? Мұны мынаны зиян кес деп айтады. Зиян кес, бұндаймен күресілу керек. Мұны жаңағы түсінікті айтпаса да ішіндегі нәрселерімізді алуымыз керек. Мұндайды алуымыз керек. Мынау жаңағы қурағанды алып тастаймыз. Мынау да қурағанды аламыз. Сосын мына жерде бір-біріне қатты кедергі жасап жатыр мынамен екеуі.
Сол үшін бұл бізге кедергі жасап тұр. Сол үшін бұны былай бұрамыз. Қазіріңіз. Көрдіңіз бе, кішкене ашылды. Бірақ мынау да бір-бірін кедергі жасап тұр. Мынаны алып тастағым келіп тұр мен. Мынау кедергі жасап тұрған сияқты. Мына екеуі көрдіңіз енді бір-біріне таза бәсекелес болып тұр. Енді бұл жерде біз бұны біреуін қысартып, біреуін қалдырымыз керекпіз. Екеуіне екі түрлі мүмкіндік беруіміз керекпіз. Мынаны біреуін былай алайық, біреуін былай алайық. Мынаны былай алайық. Мына біреуі былай өсетін болады. Мынау керісінше былай өсетін болады. Яғни бір-біріне қатты кедергі жасамайтын болады. Яғни біз мына жерге мүмкіндік бердік біраз. Отыра берсін. Бірақ мына екеуін болашақта кейін бәрі алуға тура келеді. Мына екеуін. Мен әлі де мына қысарта салайыншы. Болды. Мына былай қарап кетеді. Мына ертең мына бұтаққа айналған кезде кішкене қисаятын болады, былай өзінің салмағын көтеремін. Сол кезде шынымен дұрысталады. Мынау да ертең алманы көтерсін, былай жататын болады. Сол үшін мұнда біз кішкене қысқартып жіберейік бұнда. Мынаны қалдырсақ та болады негізі. Қазір мына өзінің алманы салмағын көтере алады. Мынаны алып тастай салайық. Мына жерде қатты. Мына жерде көрдіңіз бе, қатты не болып жатыр міне. Бәсеке кетіп жатыр. Сол үшін біз біреуін алуымыз керек. Ашылып жатыр ма? Егер де бәсеке көп болатын болса, ол жерде міндетті түрде бірінші қорекке талас болады. Сосын күннің көзіне талас болады. Күннің көзіне. Кішкене бір алма түзілу үшін негізі кемінде кішкене бір 20 жапырақ керек. Ол сонда өз средний орташа статистика бар. Иә, бір кішкене бір түсу үшін бір алмаға сонда не керек та? Жапырақ керек болады. Жапырақтың екен күн сәулесіне фотосинтез түседі, органикалық түзіп өнім түзеді ғой. Сол үшін біз күн сәулесі толық түсетін, әр бұтаққа желдеңіз бүкіл жер желденетіндей, және де құрылыс әдемі болатындай. Сондай бір жағдай жасамыз. Негізі кесудің жұмысы сол негізі. Қазір біз соны жасап жатырмыз қазір. Дұрыс күн түссін. Деген сияқты нелермен. Ішіндегілерді тап тастай саламыз. Ішіне өскендер, өйткені бұларға ешқандай пайда жоқ. Бұлар күн сәулесі түспейді, ішін қатты қалыңдатып жібереді. Сол үшін бізге ондай қатты керек болмайды негізі. Мынау сияқтылар. Енді мына жерде тағы екеуі тұр міне. Екі мәселе, үшеуі тұр міне. Сол үшін біз мынаны біреуін алып тастай салайық. Мына жерде қала тұрсын, мүмкін мына жерде жеміс пайда болады мына екеуінде. Сол үшін мына жерде де, мына ертең екеуі айырылатын болады. Кішкене салмақ түсетін болса, мына айырылу бұрышы дұрыс емес мынаның, бұртақтану бұрышы. Сол үшін біз бұның біреуіне қатты салмақ бермейік, мынаған салмақ бермей қойық қатты. Ертең көтеретін болса, мына жерде ысынайын деп тұр. Сол үшін біз кішкене бұны азайтайық. Былай берейік та. Мынанда үшін біз анау қатты кетіп бара жатыр бір жаққа. Біз оны кішкене несін азайту үшін мынаны былай істейік бұны. Міне шамамен осылай болды. Енді мына жаққа келейік. Ішіндегілерін аламыз. Өскендерін аламыз. Мына жерде былтыр кесілген екен мына жер. Кішкене мынаны алып тастай салу керек дұрыс. Мынаны алып тастайық. Былтыр өз кішкене кескен екен мына жер. Біз бұны әдемілеп кесейік енді. Сосын тағы да бір сұрақ бар, оны қазір оны айта жатамыз. Нені сырлау керек па, немесе садовый вар жағу керек па, жақпау керек па деген сұрақтар жиі болады. Оған қатысты қазір жауап бере саламыз. Түсінікті, былай кетті. Мына жер қатты көрдіңіз, мынау қазір мына жақ сыпырғы болып кетті ғой. Қатты. Мынаны азайтайық оны. Ой, не болып кеткен мына жақ. Мынаны азайтайық кішкене несін. Азайтып көбейіп кетіп тұрады. Мына жоғары кетіп кетті. Мынаны тастай саламын мен бір.
Мынаны алсақ. Мынаны алсақ шамы болып қалады шамы. Мына ашылуы кішкене. Мынаны аламыз, астына қарап кетіп біраз болып кетеміз. Мынаны аламыз. Мына жерде міне қатты мынау. Қатты жуандап кеткен мына жақтары. Өнімге емес, бойына кетіп бара жатыр мынаның бәрі. Сосын біз бұны кішкене мүмкіндік берейік. Өнім түзіне. Мүмкіндіктерін қарастырайық. Мына жерден біріне қалдырып кесе салайық. Жерден астықта болады. Қалай отыр? Көрініп отыр ма білесе? Бұл төмен жақтар енді жоғары жақтарына жайлап өтуіміз керек. Қол жететін шамамен жердің бәрін істеп болдық. Мыналарды тап тастайық, жаңа қалып кетті оналар. Мынаны да көрдіңіз, жаңа өткен кеткенге қатты ертең алма түскен кезде былай қисаятын болады. Мынау өте дұрыс емес негізі. Мынаны кесу керек кішкене. Мынаны біз кішкене кесе салайық сосын. Егер қалдырайық десе қалдырамыз. Егер мына ешкім кедергі кетпейді десеңіздер, мына бірақ мына былай қисаятын болады ертең. Жеміс түскені. Қалдырамыз аламыз. Үйіне ішесін. Жақсы. Қалдырайық, жақсы. Мынаны бетеге, мынаны былай істейік та, кесіп, мына жерде бұтақ шығарып, былай қарап қисайтсақ дұрыс болады екен ше. Немесе былай қарап ше. Мынаны ше, кішкене былай жіберетін мына жерде. Өйткені көрдіңіз, мына жерде ештеңе бұтақтар дұрыс кетпей жатыр. Бұл қалай бері қарай келеді ғой? Мынау өседі ғой мына, мынау өседі. Қалдырдық мынаны, қалдырдық мынаны. Бұл ертең өскен кезде бүйтіп өзін салман көтермей қисаятын болады кішкене. Иә, или немесе ары қарап, бері қарап, кішкене соны. Кішкене демеп жүру керек. Мыналардың да бойы. Мыналарды мүмкіндік болатымыз келер жыл тағы да қарау керек. Негізі кесу жұмысы деген бір жылдық жұмыс емес негізі. Мүмкіндік болатымыз алдағы 3 жылға қарау керек. Ал онда неге кірісейік онда? Опа. Ортасынан тұрған шығар ма? Мынау көрдіңіз бе, мынау біраз нәрсе кедергі жасап тұр да. Бірақ бұл бізге ертең өнім түскен кезде мынау салмақ ауырлайды ғой. Жапырақтары бар, бойында сулар, көрікті элементтер жүреді, су жүреді. Жемісі түскен кезде мына кішкене қисаят былай. Былай қисаятын болады. Біз сол үшін мұны қазірден қарауымыз керек. Мынаған кедергі жасай ма, жасамай ма? Біздің мына ағашында бұтағымызға. Сол үшін біз бұл жерде егер мынаны қалдырғанмен мен дұрыс деп ойлаймын кішкене. Өйткені мына жерде арада орын бар да. Бірақ бізге мынаны аламыз. Қазір ортасын ашатын боламыз. Қазір көрінеді. Қазір көресіздер қалай болатынын. Жаңа. Баян түсіп қалдым. Микрофон басып қалдым. Ана Bluetooth'мен алу керек екен ше.